Саламатсыздарма, құрметті оқушылар. Бүгін сендермен бірге география пәнінен жаңа білім қалыптастыратын боламыз. Назарларыңызға бірнеше ұялы телефонның суреті көрсетілген. Яғни сіздер қалай ойлайсыздар? Мына суреттер арқылы нені айтуға болады? Яғни бүгінгі біздің тақырыбымыз не жайлы болуы мүмкін? Әрине балалар, сіздер бұл жерден телефондардың прогрессін көріп тұрсыздар. Яғни бүгінгі біздің тақырып ғылыми-техникалық революция үдерісі мен бағыттары туралы болады. Бүгінгі сабаққа бізге қойылған басты мақсат ғылыми-техникалық революция үдерісін, оның даму бағыттарын талдауымыз қажет сіздермен бірге. Сонымен сіздер география пәні ғана емес, тарих пәндерінен де ғылыми-техникалық революция туралы осы уақытқа дейін оқу бағдарламасы негізінде танып біліп отырсыздар. Ұлы ашылулар мен жаңалықтар кезеңі қоғамда тез әрі терең өзгерістер әкелді. Ондай кезеңдер технологиялық революция кезеңдері деп аталады. Яғни технологиялық революция дегеніміз қоғамның өндірістік күштерін түбегейлі әрі тез өзгертетін ғылым мен техника дамуындағы төңкеріс. Ал осы төңкеріс қай уақыттан басталды және ол қалай жүрді, өзгерістер қалай болды деген сұрақтарға келесі сызба арқылы көруге болады. Назарларыңызда сызба тұр. Сызбада сіздер анық көре аласыздар. Технологиялық революция кезеңдері 4 кезеңнен тұрғандығын. Яғни бу машинасының кезеңі, электр кезең, есептеуіш машиналар кезеңі және биология мен физика эволюция кезеңдері тұр. Яғни оларды бірінші өндірістік революция, екінші өндірістік, үшінші және төртінші деп бөледі. Жеке бұл өндірістік революция кезеңдеріне тоқталып өтсек, яғни бірінші өндірістік революция кезеңі 1763 жылдар мен 1870 жылдар аралығында болған. Бұл кезеңді механикаландыру кезеңі деп атайды. Неге десеңіздер, бұл кезеңде бу машинасы, теміржол желілері пайда болған кезең, сондықтан да бұны механикаландыру кезеңі деп атайды. Екінші өндірістік революция кезең 19 ғасырдың соңы 1945 жылдар аралығында болды. Бұл кезең электр жүйесінің дүниеге келуімен ерекшеленеді. Яғни бұны электрлендіру кезеңі деп атаймыз. Үшінші өндірістік революция кезеңін екі толқынмен қарастыруға болады. Бірінші толқын 1946 жылдар мен 1969 жылдар аралығында, оны автоматтандыру кезеңі десек қателеспейміз. Неге десеңіздер, бұл кезеңде бізде есептеуіш машиналардың пайда болуымен ерекшеленеді. Екінші толқыны 2000 жылдар аралығында болды. 1969 жылмен бұл кезеңді ақпараттандыру кезеңі деп атайды. Бұл кезең интернет желісінің пайда болуымен ерекшеленеді екен. Қазіргі біздің өмір сүріп жатқан кезең, яғни ол кибернетика кезеңі. Неге десеңіздер, барлық өндіріс орындары интернет арқылы, жасанды интеллект арқылы басқарылады. Осы кезеңде біз қазір төртінші өндірістік революция кезеңінде өмір сүріп жатырмыз. Осы сияқты 4 кезең технологиялық революциялар кезеңдері деп аталады. Келесі кезекте ғылыми-техникалық революцияның өзінің құрамдас бөліктері және олардың атқаратын міндеттері және даму бағыттарын кесте күйінде тамашалай аласыздар. Яғни құрамдас бөліктеріне ғылым, техника мен технология, өндіріс және басқару жатады екен. Әрине, әрқайсының өзінің атқаратын міндеттері және даму бағыттары кестеде көрсетілген. Ерекше атап өтетін болсақ, құрамдас бөлігі ретінде ғылымды, яғни оның атқаратын міндеттері ашылулар мен жаңалықтар енгізу болып табылады. Оның даму бағыттары білім беру жүйесін жақсарту, оған өзгерістер енгізу. Техника мен технология. Оның атқаратын міндеті ғылыми білім мен ашылуларды жүзеге асыру. Роботтар, биотехнология, нанотехнология деген даму бағыттары бар. Төменде сіздермен бірге бұл бағыттар бойынша жеке тоқталатын боламыз. Өндірістік құрамдас бөлігінде, яғни өнеркәсіпті жаппай қамтамасыз ету өніммен.
Ол электроника, биоиндустрия және ғарыштық индустрия деген бағыттарда көрінеді. Басқару, яғни ғылымды, техника мен технологиялық және өндірісті басқару сияқты міндеттерді атқарады. Оның бағыттары менеджерлер дайындау және ақпараттық жүйенің дамуы. Қарай жалғастырсақ, ғылыми-техникалық революцияның мынандай сипаттары бар екен. Әрқайсысына жеке тоқталатын болсақ, ғылыми-техникалық революцияның әскери-техникалық сипаты қайдан көрінеді? Яғни 1945 жылдарда Хиросиманың үстіне тасталған американдық атом бомбасының нәтижесінде әскери-техникалық сипат анықтала бастады. Қазір біз сіздермен бірге бейбіт заманда өмір сүріп жатқанымызбен де әрбір мемлекеттің мемлекеттік шығынының 1/3 бөлігі әскери мақсатта ғылыми-техникалық революция бойынша бөлінеді екен. Келесі кезекте ғылыми-техникалық революцияның тек қана өнеркәсіпте ғана емес, сонымен қатар экономика, еңбек ету, тұрмыс, мәдениет салаларында қолданылғандықтан біз оның әмбебаптылығын байқайды екенбіз. Ғылыми-техникалық революцияның келесі сипаттамасы оның қарқынды дамуы. Неге десеңіздер, қазіргі таңда ол қарқынды даму үстінде. Оған негізгі дәлел мынандай алпауыт мемлекеттерді атап өтсек болады екен. Яғни Америка құрама штаты, Қытай, Жапония, Оңтүстік Корея сияқты мемлекеттерде мемлекеттік жалпы ішкі өнімінің 3-4% осы ғылыми-техникалық революцияның дамуына жұмсалады екен. Сол мемлекеттердің өнімінің нәтижесінде біз ғылыми-техникалық революцияның қарқынды дамуын байқаймыз. Келесі кезекте ғылыми-техникалық революцияның технологиядағы өзгерістері. Бұл сипатына ерекше тоқталып өтсек, неге десеңіздер, қазіргі таңдағы технологияның дамуы, компьютерлердің, роботтардың, 3D принтерлардың пайда болуы осыны дәлел етеді. Яғни электронды өндіріске ерекше атап өтетін Қытай сияқты ел, серверлер мен программалар дайындауда Америка құрама штаты елдері, робот құрастыруда Оңтүстік Кореяны атап өтсек болады. Яғни Оңтүстік Кореяға мысал келтіріп өтсек, ол мемлекеттің 10 мың жұмысшысына 710 роботтан келеді екен. Ал Америка құрама штатында бұл көрсеткіш 200-ді көрсетеді. Атом энергетикасының қарқынды дамуы да ғылыми-техникалық революцияны сипаттайды. Бірақ Чернобыльдің жарылуы көптеген мемлекеттердің атом энергиясын пайдалануға кері әсерін берді. Мысалы, Италия сияқты, Германия сияқты, Испания сияқты мемлекеттер атом энергетикасын пайдалануға қарсы шығып, қазір дүние жүзі бойынша жасыл энергетика пайдалану белең алуда. Наноматериалдар дайындалуы. Яғни наноматериалдар дегеніміз оларды молекула және атом деңгейінде дайындалу. Олар өте берік, өте төзімді болады. Сондықтан осындай наноматериалдар қасиетіне қарай дайындалуда. Биоиндустрия. Биоиндустрия негізінде, яғни генетикалық модификацияланған ағзалар, дәрі-дәрмектер, түрлі дәрумендер дайындалуда. Ғарыштық индустрияға келетін болсақ, ғарыштық индустрияда Америка құрама штаты сияқты, Қытай сияқты, Ресей сияқты, Евроодақ елдері сияқты мемлекеттер ерекше көзге түсуде. Ғылыми-техникалық революция дәуірінде басқару ерекше рөл атқарады. Яғни оған дәлел ретінде Америка құрама штатының Аполлон деген бағдарламасы, яғни американдықтардың астронавттарын айға қондыру мақсатында 26 фирма жұмыс істеуде. Әрине, бұл 26 фирмамен жұмыс істеу үшін оларды жетекші басқаратын мамандар қажет. Сондықтан ондай мамандарды басқаша менеджерлер деп атайды. Сондықтан ғылыми-техникалық революцияның менеджерлер дайындауда ерекше рөл атқаруда. Оларды ерекше Америка құрама штаты сияқты, Ұлыбритания сияқты мемлекеттерде менеджерлер дайындаумен жұмыс істелуде. Яғни оларға жұмыс істеуге геоақпараттық жүйе көмектеседі екен. Келесі кезекте балалар, сіздерге мынандай бір тапсырма ұсынамын. Ғылыми-техникалық революцияға қатысты
сипаттары, даму бағыттары мен міндеттері сіздерге жоғарыда көрсетілді. Яғни осы тақырыпты тереңнен меңгеру үшін сіздердің назарларыңызға яғни сөздікпен жұмысты ұсынамын. Яғни сөздікпен сіздер жаңа ұғымдар, жаңа терминдер бұл параграфтан қарайсыздар. Сондықтан индустрия, биотехнология, нанотехнология, наноматериалдар, графен, биоақпараттық жүйе деген сияқты жаңа ұғымдарды сөздікке жазып алсаңыздар өте дұрыс болар еді. Енді бұл тақырып сіздерді тереңнен қызықтырды деп ойлаймын. Сондықтан сіздерге мынандай қосымша тапсырма ретінде ұсынамын. Яғни бұл тақырып төңірегінде интернет ресурстарынан 4-ші өндірістік революция туралы ақпарат тапсаңдар болады. Болмаса, мынандай 4 тақырып ұсынамын, 4 тақырыптың қалауларынша жобалық жұмыс жасайсыздар. Бірінші тақырып қазіргі ғылыми-техникалық революция және 4-ші өндірістік революция. Яғни бұл сіздерді қызықтырады деп ойлаймын. Сіздер қазіргі таңда нанотехнологиялар заманында өмір сүріп жатқаннан кейін 4-ші өндірістік революция туралы тереңнен білгендеріңіз жөн. Қазақстан және өндірістік революция, ақылды қала және сандық технологиялар, өндірістік роботтар әлемінде деген тақырыптар төңірегінде жобалық жұмыстар ұйымдастырсаңыздар болады. Яғни түрлі интернет желісін пайдалану арқылы осындай тақырыптар төңірегінде жобалық жұмыстар жасаңыздар, құрметті оқушылар. Назарларыңызға рахмет.